Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгін біз сіздермен есімдіктердің үшінші түрі сілтеу есімдігімен танысамыз. Сегодня мы с вами познакомимся с третьим видом местоимения – указательное местоимение. Ереже, правило. Нұсқау және көрсету мағыналарын білдіреді де қайсы деген сұраққа жауап береді. То есть употребляется при указании на лицо или предмет, находящийся вдали или вблизи. Отвечает на вопрос который из них. Суретке назар аударайық. Обратите внимание на картинку. Мне менің үйім. Вот мой дом. Мынау менің ауылым. Это моя деревня. То есть предмет находится вблизи. Яғни айтып жатқан заты жақында орналасқан. Они менің үйім. Тот мой дом. Анау менің ауылым. То моя деревня. Указывающий предмет находится на расстоянии. Айтып жатқан зат алыста орналасқан. Жақында, вблизи. Берілген сілтеу есімдіктерін қолданамыз. Используем указанные местоимения. Мынау, бұл, осы. Это, этот. Мына, міне, вот. Мұнда, здесь. Жақын жерде, жанында тұрған адамды не затты білдіреді. Обозначает человека или предмет, находящийся поблизости, рядом. Мысалы, например, бұл кітап – это книга. Осы үй – это дом. Мынау сиыр – это корова. Мұнда гүл бар. Здесь есть цветок. Мне ал. Вот возьми. Мына жерде, в этом месте. Назар аударыңыздар, мынау деген сілтеу есімдігі адамға қатысты қолданбайды. Местоимение мынау не употребляется в непосредственном отношении к человеку. Көпше түрде, во множественном числе. Бұлар, осылар, эти. Мыналар, вот эти. Мысалы, например, бұлар кімдер, кто они? Осылар, эти. Мыналар, эти. Алыста, вдали. Анау, они, сол, ол. Тот, та, то. Онда, анда, там. Алыс жерде алыста тұрған адамды не затты білдіреді. Обозначает человека или предмет, находящийся вдалеке, на расстоянии. Мысалы, например, она кітап, та книга, они үй, тот дом, анау адам, тот человек, онда гүл бар, там есть цветок, анда тұр, там стоит. Көпше түрде, во множественном числе, олар, аналар, солар, те. Назар аударыңыздар, аналар, солар деген сілтеу есімдіктерінің қасындағы зат есім көптік жалғауда тұрса, онда сілтеу есімдіктеріне лар-лер көптік жалғаулары жалғанбайды. Обратите внимание, если к указательным местоимениям аналар, солар существительное находится во множественном числе, то к местоимению не добавляется множественное окончание. Мысалы, например, ана кітаптар, те книги. Аналар, те. Сол үйлер, те дома. Солар, те. Олар гүлдер, они цветы. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жалғасы бар. На этом урок завершен. Благодарю за внимание. Продолжение следует.